Армысыздар, құрметті оқушылар. Бүгін әдеттегідей келесі видео сабағымызды бастағалы отырмыз. Тақырыбымыз шартқа сәйкес жауапты табу, жаңа логикалық амал. Бұл видео сабағымызда 15 есептік топтамадан тұрады. Есептің шартымен мұқият танысып шығамыз. Ұнап жатса, өз бетімізше жұмыс істеп көреміз. Егер кідіріс, іркіліс болған жағдайда, осы видео сабақтың есепте шығарылған жолымен танысамыз. Бастайық онда. Бірінші есебіміздің шарты былай дейді. Айдана, Ақерке, Құралай, Жансая және Әлия бір үйде тұрады. Екі қыз бірінші қабатта, үшеуі екінші қабатта. Құралай мен Әлия тұратын қабатта, Жансая тұрмайды дейді. Осы сөйлемді есімізге сақтап қалайық. Қазір қайталап ораламыз. Айдана мен Құралай тұратын қабатта Ақерке тұрмайды. Бірінші қабатта кімдер тұрады? Бұл есепті шешу үшін не істейміз? Бұл есепті шешу үшін болса да кесте құрамыз. Міне, бірінші қабат дедік. Бізде 5 қыз бар, 5 қыздың атын жаздық. Бірінші қатарға, екінші қатар бірінші қабат, үшінші қатарға екінші қабат деп жазып қойдық. Енді жаңағы шартымызда Құралай мен Әлия тұратын қабатта Жансая тұрмайды. Біз не дедік? Құралай мен Әлия бірінші қабатта тұрады дедік те, Жансая ол қабатта тұрмайтындықтан екінші қабатта тұрады деп қойдық. Енді Айдана мен Құралай тұратын қабатта Ақерке тұрмайды дейді. Олай болса, Ақерке деген жерге плюс деп қояйық та, Айдана басқа қабатта тұрғандықтан бұл жерге плюс дейік. Сонда бізде бірінші қабатта 3 қыз тұратын болып қалды. Ал бізде бірінші қабатта 2 қыз тұрады деген. Олай болса, бұл шартымыз дұрыс емес дейміз да, бұл екеуін өшіріп тастаймыз. Сөйтіп, Құралай мен Әлияны екінші қабатқа шығарамыз. Плюс болды. Мұны өшірдік. Мұны өшірдік. Мұны плюс дедік. Жансая, олай болса, бірінші қабатта тұрады дедік. Міне. Ал енді Ақерке мен Айдана туралы. Айдана мен Құралай тұратын қабатта, олай болса, Айдана Құралай тұратын қабатта тұрады екен дейміз да. Ал Ақерке бірінші қабатта тұрады екен дейміз. Болды, міне бірінші қабатта 2 қыз тұрады, екінші қабатта 3 қыз тұрады. Бірінші қабатта кімдер тұрады дейді? Олай болса, бірінші қабатта Ақерке мен Жансая тұрады екен. Ақерке мен Жансая тұрады деген жерді белгілейміз. Міне, Ақерке мен Жансая бірінші қабатта тұрады екен. Олай болса, біздің жауабымыз С жауабы екен. Есебіміз шықты. Міне, болды. Ары қарай екінші есебіміз не дейді екен көрейік. Бірінші сыныпта оқитын Мадияр, Нұрлыбек, Қыдырбай және Марат бір жылда туған. Күндері 5 наурыз, 13 сәуір, 13 шілде, 19 шілде дейді. Нұрлыбек пен Мадияр бір айда туған. Ал Мадияр мен Қыдырбайдың туған күндері бірдей. Бірақ айлары әртүрлі дейді. Балалардың ішінде ең үлкені кім дейді. Не істейміз? Осы да кесте құрамыз. Сөйтіп, кестеге Мадияр, Нұрлыбек, Қыдырбай, Мараттың аттарын жеке-жеке бірінші қатарға жазып шығайық. Енді бізде есептің шарты не дейді? Бұл жерде бізде шілде 2 болып тұр. Шілде 2 болып тұр. Ал шарт дейді, Нұрлыбек пен Мадияр бір айда туған дейді. Олай болса, Мадияр мен Нұрлыбек бір айда тұрған жерге шілде деп жазып қойдық.
Ал Мадияр мен Қыдырбайдың туған күні бірдей дейді. Олай болса, бұл жерде 13-ші деп тұр. Олай болса, мына жерге Мадиярдың тұсына 13 деп жазып қоямыз. Мадияр мен Қыдырбайдың туған күндері бірдей дейді. Олай болса, Қыдырбайға да 13 деп жазып қоямыз. Ал бізде 13-ші шілде бар. Сонан соң 13-ші сәуір бар. Сәуір дедік. Сонда бізде олай болса, Нұрлыбек 19-шы шілдеде туылған екен. Сонда бізде кім қалды? Марат қалды. Олай болса, бізде Марат 5-ші наурызда туылған екен. 5-ші наурыз дедік. Сонда балалардың ең жасы үлкені 5-ші наурыздағы Марат екендігін анықтай аламыз. С жауап Марат екен біздің жауабымыз. Міне. Бұл есепті шығардық. Кесте құрып алатын болсақ, ешқандай қиындық көрмейді екенбіз. Келесі есебіміз не дейді екен көрейік. Стадионнан келе жатқан Қайрат, Мирас, Нұртас және Айдос футболистер. Қайрат, Мирас, Нұртастың біреуі қақпашы дейді. Мирас, Нұртас, Айдостың біреуі қақпашы дейді. Нұртас қақпашы емес дейді. Олардың қайсысы қақпашы? Нұртас қақпашы емес деген шартты пайдаланып отырып, бірінші Нұртастың тұсына минус деп жазып қойдық. Нұртас қақпашы емес. Енді ары қарай кетеміз. Қайрат, Мирас, Нұртастың біреуі қақпашы дейді. Не істейміз? Мирас, Нұртас, Айдостың біреуі қақпашы дейді. Нұртас қақпашымыз. Олардың қайсысы қақпашы? Енді біз не істейік? Қайратты қақпашы дейміз ба? Қайратты қақпашы екен деп көрейік. Қайратқа плюс қояйық. Қайрат қақпашы болса, Нұртас қақпашы емес, онда Мирас та қақпашы емес болады. Ал енді не дейді? Мирас, Нұртас, Айдостың біреуі қақпашы дейді. Мирас, Нұртас, Айдостың біреуі қақпашы дейді. Олай болса, бізде Қайратты қақпашы деп қойдық. Олай болса, Айдос қақпашы емес болады да. Нұртас қақпашы емес, Мирасты қақпашы емес дедік. Тоқтаңыз. Қайрат, Мирас, Нұртастың біреуі қақпашы. Мирас, Нұртас, Айдостың біреуі қақпашы. Нұртас қақпашы емес. Не Мирас, не Айдос. Енді бұл жерде қиылысып тұрған екеуінде де қайсысы бар қақпашы? Мына жерде міне Мирас деп тұр, Нұртас, Айдос. Нұртас емес болса, Қайрат, Мирас. Қайрат, Мирастың біреуі қақпашы. Қайрат, Мирастың біреуі қақпашы. Айдос, Мирастың біреуі қақпашы. Мирас екі жерде кездесіп тұр. Олай болса, бізде Мирас қақпашы екендігін бірден білуге болады екен. Мирас қақпашы да, олай болса, Айдос қақпашы емес, және Қайрат та қақпашы емес. Болды, бұл есебіміз де шықты. Келесі есебімізге көшейік. 3 қорапта күріш, кеспе, қанттар бар. Әр қораптың бетіне кеспе, күріш немесе қант деген жазулардың қай біреуі жазылған дейді. Бірақ бұл жазулардың ешқайсысы оның ішіндегі затқа сәйкес келмейді дейді. Күріш деп жазылған қорапта қандай зат екенін анықтаңыз. Енді былай. Күріш немесе қант деп тұр. Күріш немесе қант. Күріш немесе қант болатын болса, ол жерде күріш немесе қант деген қорапта кеспе бар. Міне. Жазуын жазып қойдық. Кеспе деді, күріш немесе қант деді, күріш деді. Кеспе бар, ол анық болды. Енді екінші. Ешқайсысы сай келмейді деп тұр ғой. Олай болса, күріш деген есептің сартына сай, күріш деген жазу бар қорапта күріш болмайды ғой. Күріш болмаса, онда бұл жерде қант болады.
Неге қант болады? Мына жерде неге қант болады деген сұраққа жауап беріп көрейік. Қант болады. Өйткені мына жерде күріш немесе қант деп тұр, бұл жерде кеспе. Ал күріш дегенде бұл жерде былай болса қант болады. Өйткені бұл жерде кеспе болуы мүмкін емес. Кеспе мына жерде тұр. Күріш тұра алмайды. Былай болса бұл жерде қант тұрады. Болды, кетті. Енді бұл жерде не қалды? Кеспе кетті, қант кетті. Бізге керегі осы ғой енді. Бізде былай деп тұр ғой мына сұрақ. Күріш деп жазылған қорапта қандай зат бар? Болды, есеп шықты. Ал олай болса мына кеспе деп жазған жазуда күріш тұрады. Бұның бізге енді қажеті жоқ, бірақ жазып қоя салайық. Міне, бұл есебімізде шықты. Олай болса, біздің жауабымыз А жауабы күріш деген жазу бар қорапта қант тұрады екен. Келесі есебімізді көшейік. Бесінші есебімізді. Ораз, Ербол, Алтынай үшеуінің біреуі суретші, екіншісі шахматшы, үшіншісі әнші. Суретші өзінің досы Ерболдың портретін салды. Олай болса, Ербол суретші емес деген сөз. Алтынай екеуін де шахматтан ұтады. Олай болса, Алтынай шахматшы деген сөз. Кім суретші, кім шахматшы дейді. Енді Ерболдың портретін салса, онда Ербол суретші емес. Олай болса, Ербол әнші. Ал Ербол әнші болса, онда Ораз суретші. Бізге кім суретші, кім шахматшы, кім әнші екендігін анықтаңыз деп тұр. Болды. Алтынай шахматшы, Ербол әнші, Ораз суретші. С жауап біздің жауабымыз екен. С жауап біздің жауабымыз. С жауапты белгілеп қоямыз. Ары қарай келесі есебімізді көшейік. Мәди еңлік, Ләззат дүкеннен циркуль, транспортир және калькулятор сатып алды. Мәдидің сатып алғаны калькулятор емес. Ләззаттың сатып алғаны циркуль емес. Еңліктің сатып алғаны калькуляторда циркульді емес. Енді еңліктің сатып алғаны калькуляторда циркульді емес болса, онда сатып алғаны еңліктің сатып алған транспортир болады. Кім не сатып алды? Мін жаздық, еңлікті транспортир дедік. Мәди мен Ләззаттың не сатып алғаны бізге белгісіз. Енді не дейді? Мәдидің сатып алған калькулятор емес дейді. Мәдидің сатып алған калькулятор емес болса, транспортир болса да емес, онда Мәдидің сатып алғаны циркуль болады. Ал Мәди циркуль сатып алған болса, енді бізде не қалды? Калькулятор қалды. Болды. Мәди циркуль, еңлік транспортир, Ләззат калькулятор сатып алыпты. Болды, бұл есебімізде шықты деп есептейміз. Сонда біздің жауабымыз А жауабы екен. А жауабы екен. А жауабы. Мәне белгісі болып қойдық. Келесі жетінші есебімізді көшейік. Пионер лагеріне үш дос келді. Бұл есебімізден сәл күрделесе, мұқият тыңдасаңыздар шығарып алуға болады. Жаңағыларға қарағанда күрделілік деңгейі жоғарылау. Пионер лагеріне үш дос келді. Марат, Бақыт, Қанат. Олардың әрқайсысы мына фамилиялардың біреу екені белгілі дейді. Имашев, Саматов, Ғаниев. Марат Ғаниев емес дейді. Марат Ғаниев емес. Бақыттың әкесі инженер дейді. Инженер деп жазып қойдық. Бақыт 6-шы сыныпта оқиды дейді.
Ғани 5-ші сыныпта оқиды дейді. Значит, Имашевтің әкесі слесарь дейді. Слесарь деп қойды. Балалардың әрқайсысының фамилиясы қандай дейді. Енді бұл жерде былай ғой. Міне, Бақыт 6-ші сыныпта оқиды дедік. 5-ші сыныпта Ғаниев оқиды дедік міне. Сонымен өзі келіп шығайын деп тұр ғой. Мына жерде бізде былай деп тұр ғой, есептің шартына. Бақыттың әкесі инженер дейді міне. Бақыттың әкесі инженер дейді. Қойдық. Марат Ғаниев емес дейді. Марат Ғаниев емес болса, онда Марат не Имашев болады, не Саматов болады. Имашевтің әкесі слесарь дейді. Міне, слесарь дейді. Олай болса, Марат слесарь. Мараттың әкесі слесарь, Марат Имашев болып шығады. Сонан соң мына жерде Бақыт 6-ші сыныпта оқиды деп тұр міне. 6-ші сынып Бақыттың. Ал Ғаниев 5-ші сыныпта оқиды дейді. Олай болса, міне 5-ші сыныпта Ғаниев қойды. Сонда біздің жауабымыз Марат Имашев, Бақыт Саматов, Қанат Ғаниев екенін анықталады. Осы есепті мұқият асықпай бір-бір қарап шығыңыздар. Әйде ұстап тұрмын. Бір қарап шығыңыздар. Түсініксіз болып қалуы мүмкін. Бір-біріне сай келмейді, жоқтама жасайды, жоққа шығарады деген жағдайларды пайдаланып, кімнің кім екенін анықтап аламыз. Асықпай қарап шығыңыздар. Түсініксіз болса, қайттан бір қарап шығасыздар. А жауап Марат онда Имашев екен. Міне, Имашевтің әкесі слесарь деп тұр. Кімнің Бақыттың әкесі инженер деп тұр. Олай болса, міне Бақыттың әкесі инженер, онда Имашев слесарь болатын болса, онда Марат Имашев екендігі шығып тұр ғой бұл жерден. Міне, Имашевтің әкесі слесарь деп тұр. Ал Бақыттың әкесі инженер деп тұр. Бақыттың әкесі инженер. Міне, инженер тұсына жазып қойдық. Ғаниев 5-ші сыныпта оқиды дедік. Міне, Ғаниевтің тұсына 5-ші сынып қойып қойдық. Ал Бақыт 6-ші сыныпта оқиды дедік. Бақыттың тұсына міне 6-ші сыныпты қойып қойдық. Осымен өзінен өзі кімнің кім екендігі анықталып қалады. Түсініксіз болатындай жағдайда онда былай ете саламыз. Мына жерге қоямыз да, төменірек түсіріп берсек, міне барлығы бір қатарға түседі де, міне белгілі. Ары қарай кетеміз. Негізі былай ете салайық. Міне, сол кезде есептің шарты да, жауабы да барлық бір бетке түсті де анықтап көріп алды. 8-ші есебімізді төменге түсірейік те көрейік. 8-ші есебіміз не? Енді есептеріміздің бағыты өзгерді. Бұл жерде енді сәл басқаша жұмыс болады. 8-ші есебіміз не дейді? Мынандай шарт берілген. X пен Y-тің өзара қатынасының заңдылығы мына ережеге сай екен. X қосу 2Y-тің 3-ке қатынасы дейді. Мына төмендегі ұйғарымдардың қайсысы дұрыс дейді, осы шарт орындалсын дейді. 4 пен 1-дің арасындағы заңдылық 2-ге тең. Қазір оның бәрін шетінен көріп шығамыз, сол кезде өздеріңіз түсініп аласыздар. Бірінші, 4 пен 1-дің арасындағы қатынас деген сөз. Бұл жерге 4 қоямыз, бұл жерге 1 қоямыз. 4, 2 мен 1-дің көбейтіндісі 2, 6 болады, 6-ны 3-ке бөлсек 2 шығады. Так, 1 мен 4-дің қатынасы. Мына жерде бізде 4 пен 1-дің қатынасы деген тұр ғой. Ары қарай. 1 мен 4-дің қатынасы дейді. 1 мен 4-дің қатынасы, бұл жерге 1 қоямыз, бұл жерге 4-ті қоямыз. Сонда 8 болады, 1-ді қоссақ 9 болады, 10-ны 3-ке бөлсек 3 шығады. Енді мынау 1 мен 4-дің қатынасы дегеніміз. Сосын 5 пен 2-ның қатынасы дейді. 5 пен 2-ның қатынасы, бұл жерге 5 тұр, бұл жерде 2 тұр, 9 болады, 3-ті береді. Енді 4 пен 1-дің арасындағы қатыстың, 5 пен 2-ның арасындағы қатыстың тағы да сол қатысқа заңдылығы дейді.
Яғни 4 пен 1-дің арасындағы заңдылығымыз 2-ні берді. 5 пен 2-ның арасында заңдылығымыз 3 берді. 2 мен 3-тің арасында заңдылығымыз мынаны береді сонда. Мына жерге 3 қойдық. Шартқа сай. Өйткені мұның x қосу 2y бөлу 3 болып тұр ғой. X-іміз міне 2 болып тұр. Y-іміз 3 болып тұр. 6 қоссақ 8, 8 бөлу 3, 2/3-тен 2 болды. Енді осылардың қайсысы бізге жауап береді деп тұр ғой. Біріншіміз не дейді? Біріншіміз 4 пен 1-дің арасындағы заңдылық 2-ні береді дейді. Міне, ол дұрыс шығып тұр. Сонан соңғы заңдылығымыз не дейді? Үшінші заңдылығымыз не дейді? 2/3-тен 2-ні береді дейді. Міне, ол да шығып тұр. Олай болса біздің жауабымыз С жауап екен. Бірінші және үшінші шарттар орындалады екен. Келесі есебімізде осыған ұқсас есеп. Мұнда да логикалық амал беріліп тұр. Логикалық амалымызды анықтап, А мен Б-ның арасындағы логикалық амалымыз шартқа жауап беретін болса, 4 пен 1-дің арасындағы амал нені береді дейді ғой. Бұл жерге 4-ті қойдық, бұл жерге 1-ді қойдық. Бұл жерде 4, бұл жерде 1. 4-тің квадраты 16, 1-дің квадраты 1, азайтса 15, 4-тен түбірдің астынан 2 шығады, 1-ден түбірдің астынан 1 шығады, қоссақ 3, бұл 15, 3, 5 шығады. Олай болса, біздің жауабымыз Д жауабы есебін. Бұл есебіміз аса күрделі есепке жатпайды. Келесі есебімізге көшейік. 10-шы есебімізге. Бұл да дәл жаңағыдай ғой. Қоямызды шығарып кете береміз енді, бірақ есептеу амалдары сәл уақыт ұстайды. 8 бөлінген 22-нің мына жерге 8 қойдық, бұл жерге 27-ні қойдық. 3-тен 2 дәрежесі дейді. Енді 27 дегеніміз 3-тің 3 дәрежесі, 8 деген 2-нің 3 дәрежесі, 3 дәреженің 3 дәрежесі дедік. Дәрежені дәрежелегенде 3 пен 3 қысқарып кетеді, 2 дәреже қалады. 3-тен 2-нің 2 дәрежесі береді, 4-тен 9 береді. Олай болса, біздің жауабымыз А жауап 4-тен 9 екен. Ары қарай келесі есебімізге көшейік. Бұл да сол логикалық амалға қатысты. Бұл жерде енді есебіміздің қатесі бар. Неге десеңіз, мына ішінде дұрыс жауабымыз жоқ. А мен Б-ның арасында логикалық амал А көбейту 2 минус Б көбейту А плюс түбір асты Б болса дейді. Бұның квадрат түбірі болса дейді. Қандай мән береді? Мына жауаптарымыз ішінде дұрыс жауап жоқ, әрі өздеріңіз байқайсыздар. Бұл жерге 5-ті қойдық, бұл жерге 3-ті қойдық, бұл жерге 5-ті қойдық, бұл жерге 5-ті қойдық. Сол кезде бұл береді 10-ды, бұл береді 15-ті. 10-нан 15 тасақ, минус 5 болады. Мынау түбірдің астында шығады. Есептің шартында қате бар, немесе дұрыс жауап жоқ деген тағы бір өтіп кетті. Келесі есебіміз. Дәл жаңағыдай. X пен Y-ның арасында логикалық амалымыз X-тің квадраты минус Y болса дейді. Бірінші не істейміз? 4 пен 11-дің арасындағы шартқа жауап беретін санды тауып аламыз. 4, 11. 4-тің квадраты минус 11 болды. 4-тің квадраты береді 16-ны, 16-тан аламыз 11-ді, болады 5. Енді мынауымыз біздің бағана есептеп жаңа тауып алдық, 5 болды. 5 пен 13-тің арасындағы амалды тауымыз. 5-тің квадраты минус 13 болады. 5-тің квадраты 25, 25-тен 13 тастап 12. Олай болса, біздің жауабымыз Д жауап 12 болады екен. Келесі есебімізді көрейік. Бұл да логика амалға берілген есеп. 21 мен 7-нің арасындағы логикалық амалды табыңыз дейді. 21, 7. 2-ні қойдық. 2-ні көбейттік 21-ге, бөлдік 7-ге. 42 болады. 42-ні 7-ге бөлсек 6 болады. Болса, біздің жауабымыз А жауап 6. 14-ші есебіміз. Мұнымыз да дәл сондай. Мұны енді екі жолмен шешіп көрдік. Бірінші, қандай да бір мән қойып шығардық. А-ға 25 деген, Б-ға 3 деген мән беріп есептеп көрдік. 25 бөлу 3 бөлу 25. 25 бөлу 3 деген бөлшексіз арқылы, оны 25-ке бөлдік. 25 бөлгіш болғандықтан, бөлгіштің алым мен бөлімнің арасы көбейтін түрінде жаздық. 25 пен 25 қысқарып кетті. Сонда бізде 3-тен 1 қалды. Енді бізге шарт бойынша операцияның қандай амал беретіндігін анықтаңыз деп тұр ғой. Енді не істейміз?
Екінші жағдайды қарастырамыз ғой, мына жағдайды қарастырамыз. Мына жерге 25 қоямыз, бұл жерге 3 қоямыз. Сонда 25 қосу 1 бөлу 3 минус шегеру мекен тексеріп көріп жатырмыз. Бұл жерде, мына жерде тұр ғой, міне. Дәрежелеу, қосу, бөлу, азайту, көбейту деп тұр ғой. Шегеруді қойып тексеріп көрдік. Азайттық. Бөлім 1 деп бөлім сақталды да, амалы қолдандық. Мынау 26, мынау 1. 26-тан 25-ті азайттық деген сөз ғой, 1 сонда 3-тен 1 болды. Немесе сан мән берместен шығарып көрейік. А бөлу Б, міне қатынас түрінде жазғанға бөлу А. Алым мен бөлімін ауыстырып, бір бөлінген А болып көбейтіліп түсті. Бөліндіні көбейтіндімен алмастырдық қой, бөлуді көбейтумен. А мен А қысқарып 1 бөлу Б. Енді көрейік. А плюс 1 бөлу Б, мынау ғой. Мына жерге минусты қойдық та, А бөлу Б дедік. А бөлу Б минус 1 бөлу Б, плюс 1 бөлу Б деп жазып алдық та, мынау бөлшекті екі қосылышқа жіктедік. Минус А бөлу Б. Сонда А бөлу Б'лар жойылып кетті, 1 бөлу Б қалды. Олай болса жауабымыз Д жауап азайту екен. Азайту немесе шегеру. Бұл есебіміз шықты. Енді соңғы есебіміз қалды. Келесі логикалық амал табыңыз дейді. Шарт берілген. А-ның орнына 2 қойдық, Б-ның орнына 3 қойдық. 3 көбейту 2, минус 7 көбейту 3. Бөлінген 3-тің квадраты, 3-тің квадраты, өйткені мынау 3, мынау 2, минус 2-ның 3 дәрежесі. Бұл 6-ны берді, бұл 21-ді берді, бұл 9-ды берді, 9-дан 8-ді алдық 1 болды, 26-тан 6-дан 21-ді алдық, минус 15. Минус 15-ті 1-ге бөлсек, минус 15 шығады. Олай болса, біздің жауабымыз А жауабы минус 15 екен. Міне бүгінгі топтамамыз бітті, құрметті оқушылар. Бағанағы күрделігі жоғары, инженер, слесарь деген есепке тағы да қайталап бір оралайық. Осыны мұқият бір қарап шығыңыздар. Міне. Аспай бір қарап шығайықшы осыны. Бақыт, Қанат, Марат, олардың әрқайсысы мына фамилияның біреу екенді белгілейді. Имашев, Саматов, Ғаниев. Марат Ғаниев емес дейді. Марат Ғаниев емес. Олай болса, Марат не Имашев, не Саматов болады ғой. Біз енді Имашев деп белгілей салдық. Ары қарай. Бақыттың әкесі инженер дедік. Бақыттың әкесі деген жерге инженер деп қойдық. Ал Имашевтің әкесі слесарь дедік. Имашев дегенбіз өзіміз, Имашев слесарь дедік. Онда сәйкес келіп тұр. Олай болса, Ғаниев 5-ші сыныпта оқиды дедік. Ғаниев 5-ші сыныпта оқиды. Олай болса, Бақыт 6-ші сыныпта оқиды дедік. Міне. Олай болса, міне. Өзінен өзі біртіндеп келіп тұр. Ғаниев 5-ші сыныпта оқитын болса, онда 5-ші сыныпта оқитын Қанат. Өйткені бізде мына жерде жазылып тұр ғой, Бақыт 6-ші сыныпта оқиды. Бақыт 6-ші сыныпта оқыса, онда Ғаниевіміз Қанат болып шығып тұр. Маратымыз Имашев болып шығып тұр. Бақыт Саматов болып тұр. Міне. Асықпай осыған бір қарап шығыңыздар. Міне. Әдейі қайта-қайта көрсетіп отыр. Болды, құрметті оқушылар. Осымен бүгінгі топтамамыз да бітті. Ұнап жатса болса да лайк қойыңыздар. Пікір қалдырыңыздар. Сіздердің лайктеріңіз, қалдырған пікірлеріңіз біздің арнамыздың алда жылжуына өзінің септігін тигізеді. Істеріңіз алға баса берсін. Аман болыңыздар. Сәттілік тілеймін. Алда тағы дайын тұрған 2 видео сабағымыз бар. Жақын арада жүктеймін оларды.